Менің есімім Серік. Мен осы Шығыс Қазақстанның тұрғыны болам. Риддер қаласында тұрам. Мен сіздерге бір өзімнің тәжірибеммен бөліскім келіп отыр. Осы космический медицинаның негізін қалаған Иван Павлович Неумакиннің бір методын пайдаланам, әдісін. Яғни ол осы сода мен суды ішудің әдісі. Сонымен қазір сіздерге кішкене қалай жасалатын жөнінде сіздерге ақпарат берем. Ол үшін ең бірінші біз суды ысытамыз. Суды қосамыз. Так, суды біз қайнатпаймыз. Енді қайнауға бет алған кезде ажыратамыз. Яғни 95 градусқа келген кезде біз суды ажыратамыз. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде қайнатсақ, қайнатудың қажеті жоқ. Қайнауға бет алған кезде ажыратамыз. Содан кейін ас содасы. Алғашқы ішіп жүрген адамдарға ас содасын әрине аздан салған дұрыс. Осы қасықтың бетімен болса да болады. Алғашқыда осындай азғантай саласыз. Содан кейін жартылай су құясыз. Жартылай құясыз. Бүкілмейсіз. Міне осылай болады. Содан кейін араластырамыз. Әбден еріп кеткенше араластырамыз. Толығынан ерді. Содан кейін толмас жеріне салқын судан құямыз. Бұл салқын су зарядталған болу керек. Яғни мынадай арнайы дискілер бар. Дискілер болмаған жағдайда кез келген азан, яғни сүрелерді осылай қою арқылы суға сонда энергия беруге болады. Осы суға осы азан тыңдатылғаннан кейін осы суды алып толмасына құясыздар. Осылай толмасына құясыздар. Болды. Суды зарядтаудың екі түрі. Біреу осы дискімен, арнайы немесе азанмен, немесе суға тілек айтып отырып та ішуге болады. Енді мен қазір бұл суды сіздерге көрсетейін. Осылай жасалады. Содан кейін осы суды ішесіз. Бөліп ішуіңізге болады. Осы суды енді біз таңертең аш қарынға ішеміз. Ол жөнінде қазір қалай ішілетінін жөнінде мен кейін ақпарат берем. Бірақ дайындалатын жөнінде мен сіздерге көрсеттім. Рахмет.